мен махаббаттың күшіменен келгем. Теміртауға бірінші деген комсомол жаңағы жолдамасы менен өзі Қазақтан магниткасы соғылып жатыр деген хабар келген кезде, өзіміз жаңағы Шымкенттің, Қазығұрттың туып өскен сол жақта жастарымыз. Соны бізде де әрқайсымызда патриоттық сезім оянып, сол Теміртаудың қаласын соғуға барсақ екен деген сондай бізде ой болып, одан кейін сол махаббаттың күші деп жатырмын. Сол жолдасым осында бірінші Теміртаудың тасын қалаған кісілердің бірі. Енді ол кісі қайтыс болып кетті. Өзі барып мені осы жаққа Теміртауға алып келген. Сол үшін айтам, махаббаттың күшіменен келдім деп. Осыдан міне 60 жылға жақындап қалды. Мен 75-76 жылдары сонда келгем осында. 1 апрель күні келгенбіз, сәуірде. Одан келгеннен кейін осы мынау металлургия комбинатына жұмысқа түстім. Жолдасым сонда істеген, айттым ғой жаңағы, Теміртаудың фундаментін несін қалаған кісілердің бірі деп. Мен өзімде сол жұмысқа тұрдым. Машинист насосный установка дейді орысша, су жүйесінің машинисті болып жұмысқа тұрдым. Содан 35 жылдан артық жұмыс істеп, содан мінекей пенсияға шықтық, міне зейнетке шықтық, Аллаға шүкір тәуба. Осы қала үшін деп жүрген адамдар, мынау мереке құтты болсын, осы қаламыз өсіп, өніп, көркейе берсін. Мынау бұл деген нағыз текті қала деп айтсақ болады. Себебі осы жерден қалай текті адамдар шықты, олар жағы барлық әлемге әйгілі етті біздің Теміртауымызды. Құтты болсын, өсіп, өніп, көркейе берсін. Балаларымыз да осы қаламенен бірге өсіп, өніп, көсегелер көгерсін дейді ғой, қазақтар айтады. Бір көсегесі көгерсін деген сөзде талай нәрсенің барлығы бір сөздің мағынасында жатыр, оның түбі, өзегінде. Ал енді бізде сол қаламенен бірге өсіп өне берейік, қалған тәжірибелерімізбен бөлісе берейік, балаларменен, ұрпақтарменен. Біздің тәлімімізді алсын, біздің жасымызға жетсін. Қаламыз деген үлкен, әлде де сол үлкен атақтардың бірі ие болсын, дәрежелі болсын, мансапты болсын.